Сәлем достар, бүгін мен сіздерге миксердің, таразының, тіпті венчиктің көмегінсіз осындай дәмді пирог пісіруді көрсететін боламын. Ол үшін сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керекті заттар 4 жұмыртқа, 1 стакан қант, 1 стакан сүт, 2 стакан ұн, 1 кішкентай стаканмен сұйық май, разрыхлитель, ванилин, мак және жаңғақ керек. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін 1 стакан қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Енді 1 стакан сүтімізді құямыз. Енді кішкентай стаканмен 1 стакан сұйық майымызды құямыз. Сұйық массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді дайындаймыз. Ол үшін 2 стакан ұнымызды саламыз. Және үстіне разрыхлителімізді саламыз. Менде бір пачка салмағы 18 грамды. Соны біреусін бір-ақ қосамын. Егер үйлеріңізде ванилин болатын болса, ванилин қосуға болады. Болмаса, оны қоспай қойсаңыздар да болады. Оны жақсылап араластырамыз дағын. Жаңағы сұйық массамызға ситаның көмегімен саламыз. Ситаны міндетті түрде қолданғандарыңыз дұрыс, себебі ситадан өткізілген ұн пирогтың жақсы көтерілуіне көмектеседі. Онда 2 бөліп салған дұрыс, себебі араластырғанымызға ыңғайлы болады. Екінші бөлігін толығымен салып, жақсылап іртік қалмағанша араластырамыз. Жаңғақты осылай ұсақтап тураймыз. Жаңғақты массамызға салып, жақсылап араластырамыз. Енді оны қалыпқа саламыз. Менде осындай силиконовый резиновый қалып. Егер ондай болмаса, мынандай торт жинайтын темір қалыпқа салуыңызға болады. Бұның астына фольга қойып, өзіңіздің керек диаметріңізді қолданып салсаңыздар болады. Үстін әсемдеу үшін біз осылай мак қолданамыз. 180 градус 20 минутқа пешке қоямыз. Зубочистканың көмегімен тексереміз. Егер осылай сулы болып тұратын болса, ол піспаған. Тағы 5-10 минутқа салып, тағы да тексеріп көреміз. Егер осылай құрғақ болып тұратын болса, пісті деген сөз. Зубочистканың көмегімен осылай тексереміз. Деген 15-20 минутқа суытып, осылай қалыптан шығарып аламыз. Пирогымыздың осылай екі жағы да әдемі болып шығады. Соңына дейін қарап тыңдағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.